Баршаңызға қайырлы күн достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан ақ шығатын, бірақ жұмыртқаны қажет ететін панкейктің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң үстіне жылытылған сүтімізді құямыз, оны да жақсылап араластырамыз және содан соң ерітілген сары майымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Сонда панкейктеріңіз өте әдемі болып көтеріліп шығады. Жаңағы жұмыртқалы массамызға ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып, біркелкі масса болғанша ешқандай түйінін қалдырмай араластыратын боламыз. Осы кезде табаларыңызды қыздыра беріңіздер. Таба құрғақ болуы тиіс, ешқандай май құйып қажет емес. Жабысып қалмайды, қорықпаңыздар. Баяу отта осылай массамызды құйып пісіріп алатын боламыз. Бірінші жағы 1 минут шамасында піседі. Осындай тесіктер пайда болған кезде екінші жағына аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда өте тез піседі. Мінекей осымен біздің панкейктеріміз пісіп шықты, дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.